Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бұл сабақта біз термен рационал бөлшектерді көбейту және бөлшекті дәрежеге шығару тақырыптарын қарастырамыз. Бөлшек өрнектерді көбейту үшін олардың алымдарын жеке және бөлімдерін жеке көбейтіп, бірінші көбейтінді алымына, ал екінші көбейтінді бөліміне жазу керек. Яғни, бұны қысқаша айтатын болсақ, егер де осындай екі алгебралық бөлшек көбейтіліп берілетін болса, ол кезде біз олардың алымдарын көбейтіп, яғни бірінші бөлшектің алымы мен екінші бөлшектің алымдарын көбейтіп, бөлшектің алымына жазамыз. Дәл осы сияқты бөлшектің бөлімдерін көбейтіп, бөліміне жазамыз. Мұндағы А, Б, С және Д қандай да бір көп мүшелер. Және де Б мен Д нөлге тең емес көп мүшелер. Яғни бөлшектің бөлімі нөлге тең емес болу керек. Енді осы тақырыпқа мысалдарды қарастырайық. Алғашқы мысалымыз көбейтуді орнына деп мынандай екі алгебралық бөлшек берген. Осыларды көбейтіп жазатын болсақ, жаңағы айтылған анықтама бойынша ең алдымен бөлшектің алымдарын көбейтіп алымына және де бөлімдерін көбейтіп бөліміне жазамыз. Бірінші бөлшектің алымы x көбейту екінші бөлшектің алымы x азайту 1. Енді бірінші бөлшектің бөлімі x қосу 1 көбейту екінші бөлшектің бөлімі x қосу 2. Тең үлестірімді қасиеті бойынша шақшаларды ашамыз. Яғни x-ті көбейтеміз x-ке, x-ті көбейтеміз минус 1-ге. Сонда 2x-іміз бізде x квадрат болады, азайту x. Бөлшектің бөлімінде x-ті көбейтеміз x-ке, ол x-тің квадраты болады. Одан кейін көбейтеміз x-ті 2-ге, қосу 2x болады. Қосу 1-ді көбейтеміз x-ке, ол x. Қосу 1-ді көбейтеміз 2-ге, ол 2 болады. Тең бөлшектің алымын өзін жазып қоямыз. X-тің квадраты азайту x. Ал бөлшектің бөліміндегі ұқсас мүшелерді жинақтаймыз. X квадрат бізде жалғыз, өзін жазып қоямыз. 2x пен x-ті қосатын болсақ, 3x болады. Және қосу 2-ның өзін жазып қоямыз. Келесі екінші мысал. Мынандай екі алгебралық бөлшек берілген, осыларды көбейтуіміз қажет. Бірінші бөлшектің алымы 5b-ның 8 дәрежесі. Екінші бөлшектің алымы 16a-ның квадраты. Сондай-ақ, бірінші бөлшектің бөлімінде a-ның 12 дәрежесі. Көбейту екінші бөлшектің бөлімінде 25b-ның 6 дәрежесі. Бұл тең болады. Енді осы жерден ұқсас мүшелерді және де қысқаратын сандарды қысқартамыз. Ең алдымен сандардан бастайық. 5 пен 25 екеуі 5-ке бөлінеді. Мұнда 5, ал алымында 1. B-ның бөлшектің алымында 8 дәрежесі, бөлімінде 6 дәрежесі. Екеуі қысқарып, бөлшектің алымында 2 дәрежесі қалады. Ал 16 ешқандай санмен қысқармайды. A-ның 12 дәрежесі, мұнда A-ның 2 дәрежесі. Екеуін қысқартатын болсақ, мұнда A-ның 10 дәрежесі қалады. Тең бөлшектің алымында 16 қалды. Сондай-ақ B-ның 2 дәрежесі қалды. Ал бөлшектің бөлімінде 5 қалды. Сонымен бірге A-ның 10 дәрежесі қалды. Келесі. Бөлшекті дәрежеге шығару. Бөлшекті дәрежеге шығару үшін алымында, бөлімінде сол дәрежеге шығару керек. Және бірінші нәтижені бөлшектің алымына, ал екінші нәтижені бөліміне жазу керек. Яғни осыны жазатын болсақ, егер де бізге осындай дәрежеге шығару керек болса, біз ең алдымен бөлшектің алымын жазып аламыз. Және де мынау жақшаның сыртындағы дәрежені осы бөлшектің алымына жеке шығарамыз. Дәл осы сияқты бөлшектің бөліміне де жеке шығарып жазамыз. Енді осыған мысалдарды қарастыратын болсақ, бөлшек түрінде жаз деп мынандай дәреже берілген. Енді осыны жазайық. Бұл тең болады. Ең алдымен бөлшектің алымын өзін жазып аламыз. 2a-ның 7 дәрежесі, оның сыртына мына жердегі дәрежені жазамыз. Екінші бөлшектің бөлімін жазамыз. 3b-ның жақшадан қалып, оның сыртына 4 дәрежесі. Тең. Енді осы жерден мына сандардың әрқайсысын жеке-жеке жақшаның сыртындағы дәрежеге шығарамыз. Яғни 2-ның 4 дәрежесі 16, көбейту a-ның 7 дәрежесі, көбейту 4 болады. Яғни дәрежені дәрежеге шығарғанда оларды көбейтеміз. Сондай-ақ бөлшектің бөлімінде 3-дің 4 дәрежесі, көбейту b-ның 4 дәрежесі болады. Тең. Енді
16 köbüýtүү anyň 28 derejesi. Bölçekniň bölümünde 3'üň 4 derejesi bol bizde 81. Köbüýtүү b-nyň 4 derejesi bolat.